және де мынау біздің үйлену салтымыздың өзі де неке мәселесі де қарап отырсақ не дінмен тікелей ұштасқанда. Дінмен тікелей ұштасқан. Бізде Аллахқа шүкір неке қиямыз, дұрыс қой. Мынау маған көптеп сұрақ қояды. Ұстаз, мынау неке қиған уақытта енді ата-бабаларымыздың көбі мынау совет өкіметінің кезінде ЗАГСпен неке қиды ғой. ЗАГС болды неке, мешіттерге кейде келе алмады. Сол уақытта олар ЗАГСі қалай неке болып есептеле ме деген сұрақтар қояды. Әрине ол замандар сондай замандар болды. Әрине ол неке болып есептеледі сол заманда. Енді қазір Аллахқа шүкір егемен елміз ғой. ЗАГСпен бірге мешітке келіп неке қидыру керек. Өйткені қазір таңда естіп жатырып неке қидырған уақытта бұл енді мәселе, қазір қозғалып жатқан мәселе болғаннан кейін мағлұмат ретінде айтып жатырмын, алайда тақырыптан ауып кетпейміз иншалла. Мынау қазір ЗАГСке ерлі зайыпты жаңағы қыз бен жігіт не қылады екен, электронный арқылы беруге мүмкіндігі бар екен да. Электронный арқылы. Былай қараса, ол жерде куәгер жоқ, ол жерде бір-біріне ижаба, қабул деген әңгімелер жоқ, мирас айтылмайды, жаңағыдай, махр айтылмайды. Сол үшін мешітте имамдары қидырған абзал. Енді осы неке мәселесіне келетін болсақ та, біздің қазақ халқы ешқашанда некесіз не қылды? Некесіз күліп ойнамады. Некесіз отбасы құрмады. Ал неке деген не деген уақытта біздің осы шариғи неке. Мысалы, ерлі зайыптылар мұсылман болуы. Білеміз, неке қияр кезде لا إله إلا الله محمد رسول الله بمسام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Бұл енді оны исламды қабылдату емес, оны мұсылман екендігін дәлел ретінде не? Ол кәлима айтылады. Және де куәгерлердің болуы, екі ер азамат болмаса бір ер азамат, екі қыз баланың болуы дәстүрімізде бар. Бірақ бұның барлығы не? Дінде бар нәрсе да. Құда түсу мәселесі бар, құда түсу мәселесі. Шариғатта да құда түсу деген нәрсе шариғаттың өзінде бар да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, біреудің құтпа жасап қойған қызына үстінен барып құтпа жасамаңдар дейді да. Ол жаңағы өзінің жаңағы несін құдалығын бұзбайынша дейді. Құдалықтың үстінде құдалық жасамаңдар деп жатыр ғой. Құдалықта дінімізде бар нәрсе. Жаңа біздің қазақ халқында үйленер кезде әсіресе қыздың жаңағыдай аға інісіне қарайды, ата анасына қарайды, қыздың ұстанымына қарайды, тәлім тәрбиесіне қарайды. Бұл да дінде бар нәрсе да, қарап тұрсақ. Біздің тәлім тәрбие айтып жатқан мәселе, біздің тәлім тәрбие дінмен тікелей ұштасқан екен да, құрметті ағайын.